Сәлеметсіздер ме достар? Бізге жазылуды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыздар. Банкроттыққа ұшырағандар 5 жылға дейін кредит ала алмайды. Сондай-ақ оларға банкроттық рәсімінде екінші рет 7 жылдан кейін ғана қолдануға болады. Кім өзін банкрот деп жариялай алады? 12 жыл бойы өтелмеген қарызы барлар. Қарыз мөлшері 4,9 миллион теңгеден аспайтындар. Ресми кірісі жоқ және табысы 36.018 теңгеден аспайтын азаматтар. Бұдан бөлек сот арқылы банкроттық бар. Ол өтелмеген берешігі 4,9 миллион теңгеге аспайтын азаматтар қатысады. Ол үшін азамат сотқа арызданады. Бұл рәсім кезінде борышкердің мүлкі аукцион арқылы сатылады. Түскен қаражат белгіленген кезектен кредитор алдындағы қарызды өтеуге жұмсалады деп қаржы вице-министрі Ержан Біржанов. Заң әзірге қолданылған жоқ. Биыл қолдану жоспарланып отыр. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз.